Қазақ АКСР-ның 1926 жылғы конституциясы. Алғашқы Қазақстан конституциясы 1926 жылы 18 ақпанда қабылданды. Бұл конституцияға сәйкес Қазақстан РСФСР құрамындағы толық құқықты республика болып танылды. 1937 жылғы Қазақ КСР конституциясы. 1937 жылғы 26 наурызда қабылданған Қазақ КСР конституциясы 11 тараудан және 125 баптан тұрды. Онда КСР конституциясының 14 бабының шегінен тыс Қазақ КСР өзінің егемендік құқықтарын толық сақтай отырып, мемлекеттік билікті дербес жүзеге асырады деп жазылды. 1978 жылғы Қазақ КСР конституциясы. 1978 жылдың 20 сәуірінде қабылданған Қазақ КСР конституциясы кіріспеден 10 бөлім, 19 тарау және 173 баптан тұрған. Конституцияға сәйкес бүкіл үкімет билігі жұмысшы, шаруа және еңбек интеллигенциясы таптарына жататын халықтың қолында болды. 1993 жылға Қазақстан Республикасының конституциясы. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданды. Ол кіріспеден 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрады. Конституция Қазақстан мемлекеттік егемендігін алған сәттен бергі көптеген құқықтық нормаларды, халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану, сот органдарын тағы басқаны қамтыды. 1993 жылғы конституция негізіне парламенттік республика моделі алынды. 1995 жылғы Қазақстан Республикасының конституциясы. Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Бұл күн мемлекеттік мереке ретінде тойланады. Конституция сөзінің мағынасын сөздіктен қара. Апа, конституция деген не? Қарапайым тілмен айтқанда, ол біздің құқығымызды қорғайтын ережелер жиынтығы. Өйткені адам және оның өмірі мемлекетіміздің басты құндылығы. По Конституции я имею право на охрану здоровья. Мамандығымыз таңдап, сүйікті ісімізбен айналысу мүмкіндігіне ие боламыз. Гарантируется право на отдых и социальное обеспечение. Право на образование является важнейшей конституционной ценностью. Конституция отбасы құқығын, ана мен бала құқығын қорғайды. Ата заңымыз біздің жекеменшік құқығымызды қорғайды. Конституция жарқын болашағымыздың кепілі.